Сәлем достар, біз бүгін зебра пирогын әзірлейтін боламыз. Видеоңызды тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды қосып араластырамыз. Енді айранымызды алып, оның үстіне соды қосып араластырамыз. Айранымыз көпіруі керек. Жұмыртқа мен қант араласқан қоспамызға айранымызды қосып араластырамыз. Ұнымыз бен ванилинімізді електен өткізіп аламыз. Мінеки осындай қоспа болып шығуы қажет. Қоспамызды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігіне какао қосамыз. Ал екінші бөлігін осы күйінде қалдырамыз. Табамызға қоспамызды 2 ас қасықтан бөле отыра қосып шығамыз. Енді соңында ою өрнек жасасаңыздар да болады. «180 градуста қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. Мінеки, біздің дәмі аузымыздан кетпейтін зебра пирогымыз дайын болды. Видеоңызды лайк басып, пікір қалдырып, мен арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айзолга. Видеоны қарағандарыңызға рахмет.